Ар болмаса, ой болмаса, кеуде деген бір қуыс. Үн болмаса, гүл болмаса, бұлбұл деген бір сұр құс. Шынында бұлбұлдың әдемі үні болмаса, әдемі сұлу гүлдей құлпырған ішкі жан несі болмаса, бұлбұл құстың ешбір құстан айырмашылығы жоқ. Адамда сол сияқты ішкі жан несі сұлу, таза болса, ішкі қуысы мәнге толы болса, жан несі әдемі болса ғана, ол алға ғана өрлей алады. Менің қолымдағы бүгінгі ұстап отырған сары кітап логотерапия немесе өмірге құштарлық деп аталады. Бұл кітаптың авторы Санжар Керімбай. Бұл кітап атақты психотерапевт, логотерапевт Виктор Франклдың еңбегі бойынша, яғни өмірден мән іздеген адам атты кітабы бойынша аударылған. Бұл кітаптың ішінде осы 70 жылда рейтингісі түспеген жалғыз психоаналитик болып саналады. Өмірдің өзгерткен 10 кітапты атаңыз деп ақш-та жүргізілген зерттеу нәтижесінде осы өміріңді өзгерткен 10 кітапты атаңыз деген ішінде өмірден мән іздеген адам атты кітап алғашқы ондықтардың ішінен табылған. Неге? Өйткені ол адамды құтқаруға, қиын сәтте демеу болуға жақсы көмек беретін құрал болып есептелген. Қазақ оқырмандарына, қазақ тілді аудиторияға арналған бұл кітап осы еңбектің үлкен жемісі деуге болады. Өйткені бұл кітап жеңіл тілмен, түсінікті тілмен жазылған, әріптері ірі және бірнеше бөлімдерге бөлінген. Бұл кітаптың басты мақсаты келдім қайдан, нетсем пайдам, мен деген жан ақыл айнам, жоғалма сол шынақ деп шәкәрімнің еңбегі, шәкәрімнің өлең жолдарын енгізіп, Абайдың сөздерін енгізіп, адам өмірден қалай келгеннен кейін қалай өмір сүру керек, өмірде қандай өзіндік мәнін табу керек, қандай жетістікке жету керек, сол жөнінде жақсы тамаша ойларымен кітапта бөліскен. Адам қайталанбас дара тұлға болғандықтан біреудің өмірін қайталамайды. Керісінше өмірдің мәнін құруға тырысады. Осылайша сырттағы тәндік емес, іштегі жандық өмір мен мән-мағынаға байи береді. Осы кітаптың ішінде адамның қайталанбас тұлғасы, тұлғадан биологиялық тағдыры немесе жексенбілік невроз, жұмыссыздық невроз жөнінде жақсы тамаша ойларын білдіріп кеткен. Мысалы, қарапайым ғана біз ұшақты жерде тұрса, қарапайым ұшақ деп қабылдаймыз. Бізге оның ешқандай айырмашылығы жоқ сияқты, ал көкке көтерілгенде біз оның нағыз ұшақ екенін, ұшып бара жатқанына куә боламыз. Адам да сол сияқты қарапайым тобырдың арасында байқалмағанмен, өзінің қабілетімен, даралығымен, өзінің өмірге деген ерекше көзқарасымен басқалардан ерекшеліп тұрады. Бұл кітаптың да айтар ойы осындай, яғни өмірден өзіңіздің орныңызды тауу үшін қазірден бастап мен не істедім, не істеуім керек, алда қалай өрлеуім керек деген бағытқа құлшыныс береді. Бұл кітаптың тағы бір ерекшелігі күйзеліске түсіп кеткен, яғни стресске түскен адамдарды қалай құтқаруға болады, ішкі қуысын, кеудесін қалай мәнге толтыруға болады, осы жөнінде жақсы ойларын білдіріп кеткен. Тағы бір бұл кітапта айтар ойы, мысалы қазіргі таңда біздің балаларымыздың отбасында ата-аналар балаларға әдемі аңыздар, ертегілер, жақсы өнегелі хикметтерді, аңыздарды айта бермейміз. Балалар кейбір ақылға қонымда ой салатын өз ойларын жеткізе алмайды. Өйткені адамның ішкі вакуумы осындай жақсы аңыздарға, жақсы әңгімелерге, жақсы кеңестерге толы болу керек. Сонда ғана қиын жағдайға түскен кезде, стресске түскен кезде ішкі вакуумдағы толған өзінің пайдалы ақпараттары қажетіне жарап, өзінің алға деген құлшынысын оятуға мүмкіндік береді. Сондықтан да бұл кітаптың басты ерекшелігі соған құлшыныс беру. Сондай-ақ бұл кітапта Франклдың еңбектері, адамның қайталанбас тұлғасы, адам болу, даралану сияқты
махаббаттық мәні жөнінде, мән дегеніміз не, осы жөнінде толық мәліметтер беріп кеткен. Ішінде кейбір терминдер кездеседі, бірақ кітаптың аяғында осы терминдерге түсініктеме беріліп кетеді, яғни оқуға өте жеңіл. Сондықтан да сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. Әрдайым өмірден түңілмеңіздер, өмірден өз орындарыңызды табыңыздар. Тек қана алдағы жақсы күндерге, жақсы істерге ұмтылу үшін жақсы кітаптар оқып, өзіміздің ішкі жан дүниемізді, рухани дүниемізді байытуға атсалысайық дегім келеді. Соның бірі менің қолымдағы ұстап отырған бүгін осы әдемі сары кітап, яғни өмірге құштарлық деп аталады. Әрдайым өмірлеріңізге бағыт беретін, осындай өмірлеріңізге күш беретін кітаптарымыз көбейе берсін. Қазақ аудиториясына осындай кітаптар өте қажет. Осы кітап біздің қазақ аудиториясына қосылған теңіздің тамшысындай ғана бір еңбек деп бағалауымызға болады. Осы кітапты шығарған жігіттерге алғысымды білдіремін. Әрдайым осы кітап әрбір қазақтың үйінде болса деген өзімнің ұсынысым бар. Кітап қарапайым, әдемі безендірілген. Жолға шықсаңыз да, ұшақта болсаңыз да, осы кітапты әрдайым жаныңызда жүрсін. Көп рахмет. Сау болыңыздар.